Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, кезекті сабағымызға қош келдіңіздер. Бұл сабақтар Құран кәрімнің жинақталу және жазылу кезеңдері жөніндегі сабақтар. Біздер қайнар көздермен риуаяттарға сүйене отырып, сіздерге пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дәуірінде, сондай-ақ алғашқы халифа Абу Бәкір радиаллаху анху дәуірінде Құран жинақталу процесі қалай жүргендігі жөнінде алғашқы видеоларда мәліметтер берген болатынбыз. Бұл мәліметтерді біздер мына кітаптан берудеміз. Китабу нафахатин, үзінділер кітабы, мен улумил Құран, Құран ілімдерінен үзінділер деген кітап. Негізінде қысқаша Құран ілімдеріне қатысты бүкіл мәліметтер берілген кітап. Алайда қысқада нұсқа берілген, әрі сіздерге жеткізуіміз жеңіл болсын, әрі сіздердің есте ұстауларыңыз жеңіл болсын деген мақсатпен осы кітапты оқуды жөн көрдік, Аллах нәсіп етіп. Бүгін біздер 3-ші бөлімге келдік, ал бастайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, амма ба'д. Сұрақ. Арафна мимма сабақа, алда өткен мәліметтерден үйрендік. Нені үйрендік? Тариқата джам'ихи фил ахди набауи, пайғамбар дәуірінде оның жинақталу процесі, яда әдістерін үйрендік. Құранның жинақталу әдістерін. Ва фи ахди Аби Бәкрин ас-Сиддиқ радиаллаху анху, сол сияқты Абу Бәкірдің дәуіріндегі жинақталуы қалай іске асқандығын, себебі екендігін өттік. Факайфа жуми'ал Құрану, олай болса қалай Құран жинақталды фи ахди Усман радиаллаху анху, Осман радиаллаху анхудың дәуірінде қалай жинақталды, уалимаза, және неліктен жинақталды. Яда Хазіреті Осман дәуірінде жинақталу дегенде біз нені мақсат етеміз, яда нені білдіреді деген тақырыпқа тоқталамыз. Әл-жауап, жим дегеніміз. Әл-жам'у, жинақтау, фи ахди Осман радиаллаху анху лил Құран. Бұл тіркес толығымен былай аударамыз. Құранды Осман радиаллаху анхудың дәуірінде жинақтау кәна айбаратан ан, білдіретін еді. Нені? Нақлима фис-сухуфи сабиқа, яғни алдыңғы парақшаларда Абу Бәкірдің дәуірінде жинақталған, Абу Бәкірдің жанында сақталып, одан Хазіреті Омар халифа болғанда оның жанында сақталып, ол дүниеден өткеннен кейін пайғамбарымыздың жұбайы Хазіреті Омардың қызы Хафса радиаллаху анханың жанында сақталған парақшалардан Құранды тасу. Қайда тасу? Фи мусхафин хуал имам, яғни басты кітап болып саналатын мусхафқа жинау. Мусхаф дегеніміз парақшаларды кітап халіне келтірген түрі. Яғни парақшалар ол кезде түптелмеген ғой. Парақшалар ретімен сүрелер, аяттар жазылған, алайда түптеліп кітап халіне келтірілмеген. Ал Хазіреті Осман дәуірінде осылай сол парақшалардан Құранның түптелген Құран кітап халіне тасылуы. Сымма нусихат минху масахиф, бұдан, яғни бір кітапқа жинақталды, кітап ретінде түптеліп, және сол кітап нұсқалар ретінде көбейтілді. Қандай нұсқафтар? Урсилат илал ақтар исламия, яғни ислам елдеріне жіберілген нұсқафтар ретінде нұсқалары көбейтілді, яғни копиялары жасалды. Алдымен парақшалар кітап халіне келтірілді, сол кітап бірнеше кітап ретінде нұсқасы көбейтіліп, олар мұсылман елдерге жіберілді. Өйткені ислам елдерінің саны артты, тек қана араб жартаралы емес, Ирак, одан алып Сирия топырағы, одан тіпті
Кавказга карай келген тұстар Хазіреті Османның дәуірі. Жалғастырамыз. وكان المقصود مقصد не еді من جمع القرآن وكتابته في تلك المصاحف. Бұл құрандарға, бұл түптелген кітап халіне келтірілген құрандарға, Құранның жинақталып әрі жазылуындағы мақсат әл-иқтисар, шектелу. Неге шектелу? على ما ورد من القراءات الثابتة المتواترة. Мутаватир жолмен нақты жеткен қирааттардан келген Құранмен шектелу. Яғни өте көп қари сахабалардан басқа сахабаларға яда табиғиндерге толықтай жеткен. Яғни бір ғана адамнан емес, өте көп топтан дәл солай түрде жеткен нұсқалар ғана алынған. Өйткені жоғарыда пайғамбар дәуірінде тастарға, нелерге мүмкін қысқартылып, мүмкін жеңілдетіліп жазылған нұсқалар да болды. Алайда жадында сақталған Құран ол толықтай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға оқылған. Жабраил алейхиссаламның жеткізген әрбір Рамазанда сол жерге дейінгі келген тұс толықтай пайғамбарымыз Жабраил алейхиссаламға оқып тапсырып отырған. Ең соңғы Рамазанда да солай толық тапсырылған. Яғни мұқабала жасаған ғой пайғамбарымыз Жабраил алейхиссаламмен бір-біріне қарсы отыра отырып толықтай Құран оқылған. Сол тәртіпте сахабалар толық жатқа алған қарилар болған ғой. Енді сол қарилер шайқастарда немесе жалпы өлімі көбейгендіктен Хазіреті Әбу Бәкір дәуірінде Зайд бин Сәбитке міндет жүктеліп, ол оны жинақтап парақшаларда толықтай жазып шыққан болатын. Енді Хазіреті Осман дәуірінде сол нақты дегені итакта Хазіреті Зайдтың дәуірінде бұл нақты жиналған, зерттей отырып нақты парақшаға өткізілді ғой. Соларды қайтадан айтуда. Тәуатір жолымен толықтай қыраты нақты болғанмен шектелу. Дуна ма лам якун казалика минал аужу аллати назалат ауалан литтәсир. Яғни алдымен жеңіл түрде түскен, яғни жеңіл түрде жазылған жандай басқа нұсқалармен емес, нақты түрде біздерге жеткен нұсқамен шектелу мақсатында Құран уже кітап халіне келтіріліп, сол кітаптар көбейтіліп, солар жіберілді. Сумма нусихат бил урдатил ахирати. Және бұл кітап, мысалы, бір кітап халіне келтірілді ғой жаңағы Хазіреті Әбу Бәкір дәуіріндегі парақшалар. Көп нұсқалары көбейтілместен бұрын ең соңғы пайғамбарымыздың минар расул саллаллаху алейхи уассалам аля аминил уахи Жибрил алейхиссалам, яғни пайғамбарымыздың Жибраил алейхиссаламға оқып берген ең соңғы нұсқасымен тексеріле отырып, ол көбейтілді. Яғни қарилардың жадындағы тәртіппен дәл сәйкеспей деп тексеріле отырып, нұсқалары көбейтіліп, ислам өлкелеріне, елдеріне, өлкелеріне жіберілді. Осы жерде мүмкін біздер, егер де видеоларды біздер қысқа ұстау үшін осы жерде аяқтауымыз мүмкін. Осы жерде біздер қазірше тоқталайық, бауырлар, видеоларды қысқа ұстау үшін. Иншалла келесі видеода келесі параграфтарды жалғастыратын боламыз, иншалла.